Сол арқылы мысалы ретінде 6-7 жасынан бастап футбол ойнауды күшті ойнауды бастады. Бұны мысалы манго дейміз бе, сондай жеміс жидек. Сол арқылы біз еңбектеніп жұмыс істеп қайтадан айттым мен балдарымызға мотивация беріп, күш қайрат беріп, мықты бол десек, еңбекқорлықпен мотивацияны қайдан табу керегіміз көрсетсек, бәрі күшті болады. Жанат, неге жан басқа дейді ғой, жанат ол. Мотивацияны табу әркім өзінің, адамның өзіне байланысты. Сол жақты адам өзінің қалай жұмыс істеу тәсілін таба білсе, мұғалімде, тренерде, ата-анада баланың тілін таба білсе дейді ғой, бәрі күшті болды дейді. Сол жақты мотивацияны әркім әртүрлі жолмен алады. Кітап оқу арқылы, спорт, кітап, біреу ерте тұру, оның бәрін қосылған, бірақ ең мәселесі сіз мотивацияны қайдан алып дейтін сұраққа өзіміз қойып қойып, қайдан алып біз мотивацияны? Жалпы бізде мотивация бар ма?